Баршаңызға сәлем, арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен өте нәзік, бір жасағаннан шығатын, кереметтей құймақты торттардың жасау рецептісімен бөлісетін боламын. Видеом ұнап жатса, міндетті түрде видеоның соңына дейін менімен бірге болып, қазақша контентті қолдап, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Ендеше рецептімізді бастайық. Менде алдын ала пісіріп дайындап алған құймақтар. Бұл құймақтардың рецептісі менің арнамда бар. Төменгі описание бөліміне рецепттің ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Мен енді торттың кремін әзірлейтін боламын. Маған 500 грамм сливки, 150 грамм қант ұнтағы қажет болады. Осыларды миксердің жай жылдамдығымен ыдысымызда жайлап араластырамыз. Және де қоюлау массаға келген уақытта творожный сырымызды да қосып, жақсылап кремімізді әзірлейтін боламыз. Мінекей біздің креміміз дайын. Енді жан-жағын лопаткамен жинап, біз енді торттарымызды жинауға кірісетін боламыз. Мендегі құймақтардың размері 20 сантиметр, яғни бізге кольцо қажет болады тортымызды жинауға. Кольцоның размерін мен 20 сантиметрге қоятын боламын, және де 5 дана құймағымызды алып, конверт секілді кольцомыздың жан-жағына бір-бірінің үстіне мінгестіре отырып, видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Содан соң төменгі бөлігіне бір дана құймағымызды салып, торт жинаған секілді құймақ және де кремімізді қатарластыра отырып, тортымызды жинастыратын боламыз. Өте нәзік керемет торттардың бірі жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын пирогтар, тіске басарлар, тәттілер, ыстық тағамдар және де салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Тортымызды жинап болдық. Енді жан-жағындағы құймақтарымызды конверт секілді бір-біріне орап, қалған кремімізді ортаңғы бөлігіне дәл осылай мен безендіруге жағып қоятын боламын. Дайын болған тортымызды 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Арадан 3-4 сағат уақыт өткеннен соң біз тортымызды алып, кольцомыздан шешіп, өз фантазияларыңызбен, өз қалауларыңызбен безендіре берсеңіздер болады. Мен безендіруге мұздатылған малинаны пайдаланатын боламын. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Енді кесіп, ыстық шаймен дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Достар, өте керемет нәзік торттардың бірі, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ариана. Достар, міндетті түрде жасап көрсеңіздер, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол себепті қазақша арнаны бірге дамытайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.